Өмірге қойсын шынайы тек жанменен айқындар ерніменен нұреттер біліміммен тамсандырған талайды жанменен айқындар ерніменен нұреттер біліміммен тамсандырған талайды кеше ғана деп кішкентай бала еді көңіл созып татулыққа енді айы жанмен аяға санап бөлек талаптар сынығымды өнерменен құрметті айы жанмен аяға санап бөлек талаптар сынығымда өнерменен құрметті сыныбымды отбасымдай көремін сыныптастарым бауырларым менің Самар менен Нұрали Жәнібек пен Мұхаммед сыныбымның батырлары дер едім Самар менен Нұрали Жәнібек пен Мұхаммед сыныбымның батырлары дер едім Жазымды шақырайын ортаға білім берген нәр берген еңбегімен тектіккен үлкен алғыс динаға қайыстасқа білім берген нәр берген еңбегімен тектіккен үлкен алғыс динаға қайыстасқа ертеңдай бұл бастауышын қоштасам динара қойдады санамызда дархан елде кенеткен анамыздай болып кеткен тентек болса кешірген санамызда дархан елде кенеткен Құрметті қонақтар, бүгін бізге қуанышты және өте қимастықпен білім нәрімен сусындатып 42 әріпті танытқан алғашқы ұстазымызбен қоштасатын күн де келген сияқты. Кеше ғана мектеп табалдырығын немене аттаған едік. Бүгін бастауыш сыныпты аяқтап, орта буынға көшкелі отырмыз. Осынау қимаста, қуанышты сәтте бізбен бірге болғандарыңызға қуаныштымыз. Алғашқы ұстаз мектеп табалдырығын алғаш аттағаны баланы жылы жүзбен қарсы алады. Қолынан жетектеп алып партаға отырғызады. Жас жұрттың өмірі құштары гүл, бағбан ұстаз бауылған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күннің бастауышпен, сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Қайырлы күн, қадірлі де құрметті ұстаздар, ата-аналар. Мерекемізге қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда тұрған 4-ші сынып оқушылары осыдан 4 жыл бұрын 6 жасар бала болса, бүгін міне ес білген шәкірт және бастауыш сынып түлектері. Бастауыш сынып түлектері. Армандасаң да, қиялдасаң да балалық шақ көз алдыңа келеді. Өйткені биік асуға беттеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір осынау балы күлкілі балалық шақтан басталады. Міне бүгін біздің бүлдіршінге өміріне өшпесіз қалдырған бастауыш сыныппен қоштасып, бір жылға тағы да есейгелі отыр. Ендеше қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындатқан, өмірге өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына да өнерлерін көрсетуге дайын.
Күндіз түні ойладың ба балақамын? Тымсыз атып жатыр әрбір таңын. Басқарып директор болып осы жұмды, баршаны аялаған алақаның. Ажырамай мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөз берелік құрметпен өзіңізге, түлектерге арналсын тілегіңіз. Дей келе білім ордамыздың басшысы Әлибаев Қайрат Рахатұлына сөз беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер, құрметті бастауыш сыныпты бітірейін деп тұрған түлектер. Мынау бүгін таңертеңнен бері, кешеден бері 3 сынып өздерінің оқыған бастауыш сыныптарымен қоштасып, әрине бұл бір мереке болса да оқушылардың бір жүрегінде қимастық, өздері оқыған мұғалімдердің бір қимайтын жүректері ауырып тұратын да сәт деп есептеймін. Біз қазір өзіміздің де алғашқы ұстаздарымызды еске түсіп бір уақыт. Сондай бір әр адам кім болсын алғашқы ұстаздары бар, ұстаздардың алдынан өткен. Сондықтан көз алдыңа осы балаларымызды көріп алғашқы ұстаздарымызды еске түседі. Бүгінгі тарыдай болып кіретіне таудай болып шығып балаларыңызды бүгін өнерлерін көрсетіп бастауыш сыныптарымен қоштасайын деп тұр. Құрметті оқушылар, сіздердің алдыларыңызда енді орта буын 5-ші сыныпқа есейіп, келесі қыркүйектен бастап 5-ші сынып болып есейіп, мектеп табалдырығын аттағалы тұрсыздар. Әрине 4 жыл бірге болған, кішкентайынан қабылдап алған мұғалімдері бұларға өте ыстық. Екінші анамыз деп жаңа тақпақтарында айтып отыр. Осы оқушыларын оқыған Динара ханымға сізге өте үлкен рахмет. Әрқашанда оқушыларыңыз сізді ұмытпай, сіз берген бастауышта қабылдаған тәрбиені ары қарай алып, білімдерін ұштастырып, ары қарай білімді тәрбиелі оқушылар болып өседі деп есептеймін. Ендеше қадамдарыңызға сәттілік, ақ жол болсын. Дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Әрқашанда осылай көңілді, жақсы, осындай қалыпта білімдеріңізді ары қарай жалғастырып, 11-ші сыныпты солай жақсылықпен бітіреді деп мен тілек білдіремін. Жақсылық болсын, ақ жол болсын. Әрқашанда осындай қалыпта бірге қол ұстасып, сыныптастарыңмен бірге жүруге шын жүректен тілектеспін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Құрметті ата-аналар, құттықтаймын сіздерді бүгін келіп қатысып, өздеріңіздің балаларыңыздың өнерлерін тамашалап, есейгенін байқап, 1-ші сыныпта келген кездеріңіз естеріңе түсіп отырған шығар. Сондықтан сіздерге де балаларыңыз аман болсын, өздеріңіз де дендеріңіз сау болсын. Осы балаларыңыздың қызықтарын мәңгілік қызықтауға сіздерге Алла тағала нәсіп етсін. Жақсылық болсын, береке бірліктеріңіз артсын. Рахмет. Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, ертеңгілігімізді бастайық, біздікі не дұрыс? Дұрыс айтасың, бастайық, тынып таппаған ұстаздарымызда бірден болып, біздің өнерлерімізді тамашасын. Мектеп сенсін адалдықты үйреткен, мектеп сенсін жамандықты жиренткен, мектеп сенсін жақсылықты ұранған, мектеп сенсін мені жұртқа сый еткен. Алдыларыңыздан шашу биімен аяжан қыздарыңызды қарсы алыңыздар.
Достар, естеріңе түсіріңдерші, біз ұстаздарының көмегімен қағазға алғашқы әріпті түсіріп, сан санауға үйрендік. Ол бізге қаламсатты қалай ұстау керек екенін көрсетті. Әріптерді құрастырып, жеке сөздерді онан әріп тұтас сөйлемдерге оқуға машықтандырды. Біз оның көмегімен қарым-қатынас жасау ережелерін игердік. Тіпті дұрыс амандасып, дұрыс қоштасуды да үйрендік. Дұрыс айтасың, Тілек. Шынында ұстаз төзімділікпен бізді жан-жақты көрсетті. Содан кейін түсініксіз сөздерді зор да ойы болдырды. Армысыздар, әжелер мен аналар. Ұрпағыңыз күнде өзіңнен баталар. Ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп үйреткен ғой Абай Ибрай бабалар. Қошеметпен қарсы алыңыздар алдарыңызда, салғат балаларыңыздың орындауында асыл ана болғанлықты елендеңіз. Мектеп үйім, ұстаздарым, ата-анам, сенден өсіп, сенден ғана айналам. Саяныстық сен мәуіл байтелік, тамырларыңыз сан тарапқа тараған. Ұстаз өзі байқамасқан асқан ерлік жасады. Кенет біздің алдымызға жаңа бұрынсын естіп, көз көрмеген әлемді жайып салды. Одан біз тап сол кезде Қазақстанда үлкен тәуелсіз мемлекеті бар екенін естідік. Өнерді ұлдарыңыздың конвой биін тамашалаңыздар. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been Cotton Eye Joe. I've been married
санасына сіңіріп өстім. Егер әр оқушының жүрегінде ізгілік сәулесі болса, ол мұғалімнің еңбегі. Сол нұрды жеткіншектер жүрегіне сіңіру үшін қаншама тер төкті десеңші. Дүниеде адамды тәрбиелеу үшін асқан абырой мен құрмет жоқ шығар сірә. Сіздерге арналған көрінісімізді ұсынамыз. Сәлеметсіңдер ме? Отырыңдар. Кезекшігім, бүгін сабаққа келмегендер бар ма? Бүгін балалардың барлығы да түгел. Қадыров та келген. Қадыров? Аха. Сені мен біз таныс емеспіз бе? Кеше неге сабаққа келмедің? Келе алмадым. Неге келе алмадың? Диірменге барып едім. Тыныш. Диірменге немен іздеп бардың? Балық ұстауға. Тыныш балалар. Оқу басталған күннен бүйтесің. Қадамың жақсы екен. Отыр. Ол үйіне де қонған жоқ. Отыр жандас. Ой! Отыр, отыр. Кнопка. Ой, жаным. Қадыров, сен бе? Мен? Шық класстан. Сынып бірге табиғат тойын жатыр қарсы алып. Бүгін сағат 3-те ата-аналар жиналысы, ата-аналармен келіңдер. Сағат 3 болды, ата-аналар жиналысы басталады. Сіздер бізге бір тізім бердіңіздер. Қандай тізім? Қарандаш, пенал, қант, күріш, вермишель. Ой, бұл базарға баратын спискім емес па? Қазір. Қалам, қарындаш, өшіргіш, сызғыш, пенал. Бұның бәрі не үшін керек? Ата-аналар не деген çalışsa? Партаны біз беріп жатсақ, орындықты біз беріп жатсақ, кітапты біз беріп жатсақ, кабинетті біз беріп жатсақ. Жетпеген не қалды? Завхоз сен бар, өз жұмысыңды істесеңші. Ата-аналар жиналыс қызық өтіп жатыр. Ол балалардың сабақ кезінде қолданатын құралдары.
Қандай мәселе? Бәрін шешеміз. Шешеміз ғой деп шешемізді шешпедіңіздер ғой. Қандай мәселе? Ата-аналар, шуламасаңыздар, бір-бірлеп сөйлесеңіздер де болады ғой. Директордың жеті құлағы жоқ. Бір-бірлеп сөйлесеңіздер де естиді. Міне көргенді, міне тәрбиелі. Сіз өзіңіз қай жерде жұмыс істегенсіз? Мен өзім сол біздің мектепте 4 бала қалды да мектеп жабылып қалды. Сосын жұмыссыз жүрміз қазір. Баламыздың артынан. Баламыз үшін ғой баламыз. Жарайды. Ой, директор мырза, келіңіз, отырыңыз. Саламатсыздар ма ата-аналар, сіздер жиналғансыздар. Біз сонда баға... Тыныш ата-аналар. Кабинет әпе, басовтыңды және мына жерде жуасаңызшы. Біздің мектепте көп шулап жүрген балалар бар. Қожайын ата-анасы кім? Ондай болса, сізбен ғана жұмысым бар. Қалған ата-аналар боссыздар. Ой, уақытымызды алып. Сіздің балаңыз мұғалім сөмкесіне бақа салып кетті. Және бір оқушының орындығына кнопка қойып кеткен. Не істейміз? Директор аға, мен ұялып отырмшы. Аяжан апай! Мұхаммед шақырыңызшы. Міне, мына балаңыз мұғалім сөмкесіне бақа салып кетіп, және бір баланың орындығына кнопка қойып кеткен болады. Не істейміз? Тәрбиеге салайын, ұялып тұрмшы мен, директор аға. Ондай болса екеуміз жан жағынан тәрбиеге салайық. Жарайды, қожа кешірім сұрап. Директор ағай, кешіріңіз. Енді мен олай істемеймін. Апайдың сөмкесіне де бақа салмаймын. 5 сыныптан бастап жақсы оқимын. Уәде беремін. Жарайды, біріншіге кешірем, бірақ келесі рет бұндай қайталанса, мектептен шығарам. Жақсы. Жүрегімде ұстаз берген сабағы өң бойында тамырланып тарады. Ұмытпаймын салған жолын ақылы мәңгі есімізде қалады. Рахмет саған ұстаз деп өзінің ән орындауға аяуларыңызды шақырамыз.
Әпелерден жалықпадыңыз, бұзық болған сәттерімді жөнге салып, болашақ ойлайтын әр оған шаршамаған, талмаған қымбат ұстазым. Алдарыңызда 4-ші Ә сынып балдары бұзық би. Көңілім бар шіркінін таба алатын, кеуделерге намыс отын жаға алатын, өзіндей болсын шіркін бар ұстаз. Жез қандай күміс көмейік сөзі алтын. Не керек келесі құттықтау сөзі, кезегі директордың оқу ісі жөніндегі меңгерушісі және тәрбие ісі меңгерушілеріне беріледі. Сәлеметсіздер, құрметті ата-аналар, оқушылар және ұстаздар. Бүгін бізде кешелі бері мектебімізде үлкен бастауышпен қоштасу іс-шарасы өтіп жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Міне кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған кішкентай бүлдіршіндеріміз міне үлкен сыныпқа жаңа қадам аттағалы отыр. Қадамдары құтты болсын. Талмас қанат, таудай талап тілейміз. Сіздерге де, бізге де мектебіміздің жақсы оқушылары болып, солардың жетістіктерін бірге тамашалап жүре берейік. Рахмет сіздерге. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, әріптестер. Бүгінгі бастауыш сыныппен қоштасып отырған кішкентай бүлдіршіндерімізді екі қадаммен шын жүректен құттықтаймыз. Бастауыштан алған білімдерімен, үлгілі тәрбиелерімен жоғары сыныптарда да еліміздің ертеңі болып өсетініне кәміл сенеміз.
Алдыңда ұзақ жолың бар, біліммен өсіп толыңдар. Қиындыққа мойымай, аман есен болыңдар дегім келеді. Кішкене бүлдіршіндерімізге. Алла-Тағала құрандарыңыздың қанаттары, білім қанаттары талмасын, тек биікке самғасын. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, ата-аналар. Динара апай, бүгінгі бітіріп жатқан бастауышпен қоштасу мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Оқушыларға тек қана жақсылық тілеймін. Енді орта буын сыныпқа көшкелі отыр, үлкен қадам. Тек қана бір осы Қазақстанның үлгі тұтар азаматтары мен азаматшалары болуына шын жүректен тілектеспін. Оқуда озат, мықты шәкірт, тек қана осы мектептің атын шығаратын үлгілі шәкірт болуларына шын жүректен тілектеспін. Динара апайға да үлкен алғыс айтқым келіп отыр. Осы мектептегі үлгі тұтар ұстаздардың бірі, мектептегі белсенді, шығармашыл, ізденімпаз ұстаздардың бірі. Динара апайға да жұмысына табыс, тек қана жақсылық тілеймін. Алдарыңызда оркестр қарсы алыңыздар.
біздің жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асырып жүрген біздің ата-анамыз. Қатарымыздың кені болып, тамағымыз тоқ, көйлегіміздің көк болып, жүруі де сол кісілердің арқасы. Аман болсын аяулы анамыз. Асқар Таудай әкеміз, ата-анаға мында бір рахмет. Тілекші болып жүрдіңіз шәкірттерге, біздерді ойлап көңіліңіз жүдеді де. Арналады ұстаздар шын жүректен сіздерге, айтар бүгінгі тілегі де дей отырып, осы әнімізді бізге сабақ берген пән мұғалімдеріне және ата-аналар өздеріңізге арнаймыз. Күлгенін көрген бір мұрат, алдында түсіп анана жүргенін көрген бір мұрат деп ата-ананың өз баласына тең жақсылық тілейтіндігі баршамызға аян. Олай болса бүгінгі мерекелік кешімізге куә болып отырған барша көрермендердің ыстық ықыласын тыңдайтында уақыт жеткен сияқты. Сонымен қатар үлкен алғысымызды ата-әжелеріміз бен ата-аналарымызға білдіргіміз келіп отыр. Біздің өміріміздегі асыл жандар ол сіздер. Бас иіп шексіз алғысымызды ақ жаулықты аналарға және қадірлі әкелерге білдіргіміз
келіп отыр. Сөз кезегі ата-аналарда. Ата-анаға сөз. Сәния апай. Құрметті Қалиорман атындағы ұстаздар, ұлағатты ұстаздар, барлықтарыңа енді мол рахметімізді айтамыз. Балаларымызды оқытып, мінекей бірінші класстан оқытқаннан мінекей бастауыш мектепке аттандырып отырсыңдар. Бүкіл ұстаздар сендерге ата-аналар атынан барлығыңа рахмет. Семьяларыңда бәрің жақсылық болсын. Біз сияқты немерелі болып, немерелеріңді оқытып жүріңдер. Ал есе оқушылар, Динар апай, тек қана саған жақсылық тілейміз. Бала-шағаңның қызығын көр. Артық кем айтқан сөзіміз болса, ата-аналардың атынан кешірім сұраймыз сенен. Көп рахмет. Артық айттық, кем айттық. Балаларымызды мына қалға жеткіздің. Өз басым саған тек қана жақсылық тілеймін. Семьяңда жақсылық болып, балаларыңның қызығын көріп, аман есен ұлағатты ұстаз атыңменен Қалиорман мектебінің атын шығарып, жақсы болып жүре бер. Оқушылар да аман есен, 11-ші сыныпта осы мектептен аман есен, пәле-қазадан сақтап енді бір аллалары жары болып, бірінші ұстаздары, екінші, біз енді мектеп атынан алғанда екінші болып қаламыз ғой, екінші орын ұстаймыз енді мектепте тұрғаннан кейін. Тек қана амандық болсын, балалар да аман есен болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, семьямыздың барлықтарының ата-аналар осы жерде отырған семьяларында жақсылық болсын. Тек қана жақсылық тілеймін, ата-аналардың атынан барлық ата-ананың атынан сөйлеп отырмын. Динар апай енді тек жақсылық болсын семьяңда, саған сен сияқты ұстаздар көбейе берсін. Осы сен оқытқан оқушылар өзің сияқты ұстаз болсын деп тілеймін мен. Сөйлей қалдым, жаңа Аяланың сондай тебіреніп бір кішкентай қыздың сені қимай, жылап ән айтқанына жүрегім ауырып, аузыма сөз түспей, басым ауырып қалды. Сөйлемей қалдым, тағы да саған айтатын көп рахметтерім бар еді. Сен жақсы болғаннан кейін балалар қимай жатыр, сені ұмытпайды. Біз өзімізде бастауыш оқыдық, әзірге дейін сол бастауыш мұғалімімізді елдің ішіне келсек те ойлаймыз, сол сияқты оларды сөйтіп ойлайды. Сен деген бірінші орын ұстап қаласың оларды. Енді екінші келетін мұғалімдер, енді бастауыш оқытатын, орталауға түскенде оқытатын мұғалімдарымыз да осындай өзің сияқты жақсы мұғалім болса екен деп тілеп жатырмын мен өзім. Мен көп сөйлейтін адамын, сөзімді көтеретін мұғалім ғой, түспек сенен тілейтінім. Сол енді басқа тілегім жоқ. Балалар аман болсын. Тек қана жақсылық болсын. Мың бұруа билейтін, биді жақсы көретін өнеріміз бар біздің. Ұлтты биден билейтін деп ортаға бишілерімізді шақырайық.
Өтті сенде қызық шағым, бастауыш бал бұлағым, қоштасар күн жетті міне, қимастықпен бұлғаймын, деп білінгітін Аманжол қызы Алуаға тапсыруды Қайрат Ернұрды шақырамыз. Бастауышта оқыдық, ойға білім тоқыдық, бұлар бізден жанды, ертеңгі ғалымды. Алдыда ажабыз оғым бар, оқым емес тоғымдар. Қиындыққа мойымай аман есен болыңдар. Білімнің басы бастауыз, ойына мұны түйе бақ. Отанды қорған ұлан боп күтке ие болыңдар. Мен тіпті ағармыз, айтқан әйел сөзінде 12 болға жазармыз, бастауыштың әргесін үндеген тіл қалармыз. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, енді мен өзімнің оқушыларыма арнаған кішкене бір сыйлығым бар еді. Винетканы өз қолыммен дайындаған едім, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Сіз бола ма? Аяла, үздіктердің алды, ата-ананың мақтанышы бол. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап. Абай Құнанбаев. Аяржан, қадамдарың сәтті болсын әрдайым, тек жеңіспен жарқырасын маңдайың. Оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы. Сәкен Сейфуллин. Айқын, үздіктердің алды, ата-ананың мақтанышы бол. Оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы. Сәкен Сейфуллин.
Өжет, үздіктердің алды, ата-анаңның мақтанышы бол. Өжет, үздіктердің алды, ата-анаңның мақтанышы бол. Оқу білімсіз өнер де жоқ, ақын болу үшін де, болмаса басқа түрлі өнерпаз болу үшін де, ең алдымен білім керек. Ғабит Мүсірепов. Самғар, адамдарың сәтті болсын әрдайым, тек жеңіспен жарқырасын маңдайың. Оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы. Сәкен Сейфуллин. Санжар, адамдарың сәтті болсын әрдайым, тек жеңіспен жарқырасын маңдайың. Оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы деп Сәкен Сейфуллин атаң айтқан екен. Сол. Бекжан, адамдарың сәтті болсын әрдайым, тек жеңіспен жарқырасын маңдайың. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай Құнанбаев. Талғат, ақылды, зерек, ізденімпаз оқушы бол. Оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы. Сәкен Сейфуллин. Жәнібек, адамдарың сәтті болсын әрдайым, тек жеңіспен жарқырасын маңдайың. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Абай Құнанбаев. Ернұр, үздіктердің алды, ата-анаңның мақтанышы бол. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай атаң айтқан екен. Нұрали, адамдарың сәтті болсын әрдайым, тек жеңіспен жарқырасын маңдайың. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Тілек, үздіктердің алды, ата-анаңның мақтанышы бол. Оқу білім қазығы, адамның азығы, оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы. Сәкен Сейфуллин. Мұхаммед, ақылды, зерек, ізденімпаз оқушы бол. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай Құнанбаев. Қараймыз, 1, 2, 3. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, алғаш мектебінің табалдырығын аттаған осынау 4 жыл бұрын жүрексіне аттаған бүлдіршін балалар. Міне 4 жыл кішкене ғана сияқты. Осы 4 жыл бойлар өсіп, оларды толып, білім деген кеменің жел қарынан еліп бара, кетіп бара жатыр.
сендерге тілерім әрдайым істеп сабақтарыңды жақсы оқып орта буында менің ұятқа қалдырмай әдепті ұстамды болыңдар. Айта берсек әрқайсының мен үшін орны бөлек. Әр ұл қыз есте қалатын сәттеріңіз мен үшін көп. Мен сізді ешқашан ұмытпаймын. Сіздерге сәт сапар тілеймін. Рахмет, ата-аналар мені қолдап енді біздің ең соңғы әніміз бастауышпен қоштасу әнімізді қарсы алыңыздар. Bərimiz dilatdı mı? Ha? Bərimiz dilatdı hocam. Oldu mu?